Менің жұртымды қатты жақсы көріп кетсе екен деп ойлаймын. Сондай ниет бар да, сол үшін қазір ата-анамнан бастап туысқандарымды дайындаймын соған. Сіз қазір ата-анаңызбен мысалы сөйлесіп, менің болашақта келіншегім болатын болса, сіздер қалай осылай ұстауларыңыз керек өзіңізді деген сияқты айтып жатсыз? Иә, айтамын, иә. Осындай түрлі өмірде ситуативный сұрақтар болды, ситуативный положениялар. Соларды айтамын, осындай жағдайда сіздер қандай көзқарас танытасыздар деймін да. Сол айтады, негізі бұл кезде былай танысақ жұмсақ болып кетеді, былай танысақ күшті болып кетеді, давайте күшті болсын деген сияқты. Әртүрлі жағдай ол 1-2 күннің ішінде болған нәрсе емес, сонау 3-4 жылдан бері ойыма келген кездің барлығында айтып, сөйлесіп, сұхбаттасып, әңгіменің бәрін солай әңгіме арқылы шешіп. Әрине, оныңыз дұрыс, соған қарап жар таңдайын, барлығы бір түсіністікпен болған жақсы деп жатсыз. Бірақ енді өмірде барлық ситуацияның алдын алу мүмкін емес қой. Барлығы уақыт өте келе, отбасылық өмірді көре келе, жаныңыздағы таңдаған жанның мінезіне байланысты әртүрлі ситуациялар өтуі мүмкін, өз мінезін көрсетуі мүмкін. Мысалы, мінез жоқ, адам жоқ енді. Ол уақыт өте келе бір ситуацияда болса, ол өзіне мысалы кейбір ситуациялар ұнамайтынын айтуы мүмкін. Менің ойымша барлығын енді алдын алу мүмкін емес сияқты. Енді бастапқы кезеңде тырысамын дейсіз ғой, тырысып жатырмын. Шешімі болады ғой. Ешқандай проблема болмайды. Ал бірақ сізге бірге тұру керек. Егер де Шымкентке барып жатсаңыз. Бірге тұру деген нәрсе жоқ. Мен өзім бөлек отбасы болғым келеді. Басында енді біраз уақыттың көлемінде бірге тұрамыз, сосын бәрі бөлініп шығамыз ғой. Себебі өзім үй салғым келеді, отбасы жалғағым келеді. Зарина, оған көзқарасыңыз? Иә, егер шынымен де 2 жас дамып кетсе, мен ойлаймын да, ата-анамен тұруға болады. Мысалы, пассивный доход болса деген сияқты. Ал егер екеуінде де ешқандай табыс жоқ, ешқандай көтерілмеген, дамымаған болса, ата-енемен тұру кішкене баланы 2 жасты да, керісінше бала позициясына қалдырып қоятын сияқты да. Дамуына кедергі болатын сияқты. Ал егер жеке болса, жеке мемлекет болып құрылып кетеді деп ойлаймын. Мадина. Негізінде айтып кеттім келеді, Зарикошқа өте андай сымбатты бір жігіт келіп тұр. Және де негізінде біз кеше ғана өзі айтты ғой, кешеден бері бір түрлі болып жүрмін. Кеше ғана бір осы жар таңдау мәселесі бойынша бір жар, өзіңе лайықты жар туралы әңгіме қозғалған болатын. Және де айтқан болатын, енді өзінің жүрегіме салып қойған, өзінің екінші теңі келетініне мен сенем деп айтқан болатын. Және де бүгінгі состояниесі, яғни жүрегін бір түрлі болып тұр деп тұр ғой, енді сол осы жігітті сезіп тұрман. Мүмкін бір-біріне тең келе ме деген сияқты сондай ойым болып тұр. Енді өте жақсы, бір-біріне жарасымды жұп шығатын сияқты, алда таныстық болатын сияқты. Мына жерде жаңағы енді айтып жатыр ғой, думан қош келіңіз. Енді жаңағы айтып жатыр, енді қыз келіндік міндетін жақсылап атқару керек деген сияқты айтып жатыр да. Ал ерде сіз жаңағы өзіңіздің қайын жағындаңызға жаңағы сізге үйдегі тірліктерді істеу деген сияқты бір көмектесуші деген сияқты нәрсе істеуге қалайсыз, жалпы барсыз ба деген сияқты? Күштімін, бармын. Оған қалай қарайсыз деген ғой, енді или жаңағы жоқ, бармаймыз, о жаққа көп бара беруге болмайды деген сияқты бір талаптар қояды ғой кейбір еркектер деген сияқты. Сізде сондай бір пікір жоқ па деген сияқты? Жоқ, онда жоқ. Сол елден енді қыз алып отырсам, ол жаққа келсінші андай көркем қасиет таныту керек қой. Ал жалпы қанша бір айда бір рет қана бару керек, либо 4 айда бір рет бару керек, немесе 1 жылда бір рет бару керек деген талаптарыңыз жоқ па? Ондай талап жоқ. Ыңғай келсе бара береміз ғой, жиілетіп, араны үзбей, суытпай. Зарина, сен негізі Алматыда тұрғың келе ме, әлде Шымкентке барамыз, Шымкентте тұрамыз десе? Мен негізі мен бір жерде отыра алмайтын адам, жаңа айтып жатыр ғой. Андай тұрақтылық деген маған қызық емес ше. Жан жақты көріп жүргім келеді да, жұмысым да соған сай болса деп ойлаймын бұйырса. Бірақ негізі Алматының табиғаты, ауа райы ұнайды. Иә, енді өте думан қош келдіңіз. Аккуратно, әдемі жауаптарда сонайдық өзіне бір сенімді бір жігіт келіп тұр негізі. Жаңа сосын жаңа тұрақтылық деген нәрсе, ол думаю жұмысқа қатысты дүниеде айттың сен негізі. Бірақ адамға қатысты сен по-любому тұрақты боласың. Адамға тұрақтымын. Иә. Енді менде мынандай бір ой болып тұр да, жалпы Зарина, негізі сен жаңа танысқан шынайы дайынсың ба жалпы? Дайынмын. Өйткені неге ондай сұрақ? Жоқ, мен білмеймін, Заринаның былай енді эфирде отқан кезде қатты ойға шомып кетеді да, ішінде бір бәлкім алай-дүлей может бір естеліктер, воспоминаниялар кішкене бір тыныштық бермей ма, или ол басқа бір жұмысқа байланысты ма, сол нәрсе маған қызық болып жүрген алдынан бері. Өйткені осы жақта отқан кезде кішкене пікірге де араласпай қалады, кейде бір точка қарап отырып қалады да, кәдімгідей ойға шомып. И менде сондай сұрақ болып тұр да, шынайы дайынсыз ба деген сияқты. Ойыңызда өткен күннен бір қалған адамды... Бәлкім сондай бір естеліктер кейде бір маза бермей, сондай бір воспоминаниялар есіңе түсіп, сондай бір болып жүрген жоқ па сенде? Менде ішімде
неге ойға шомылып кетем деп өзім де ойлаймын да енді. Бірақ бір сұрақ бар менің ішімде. Мен шынымен де адамды қатты жақсы көре аламын ба деген сияқты уайым бар. Себебі осы күнге дейін ешкімді жақсы көре алмадым. Жүрегімді беріп, өмірімді арнайтындай махаббат болмады да. Шынымен де маған сондай бақ бұйыра ма деген сияқты ше. Кеше де бір сөз естіп қалдым да, кейбір адамдар болады, өмірде махаббатты түсінбей өтетін адамдар болады деп айтты да. Сол мүмкін мен сондай болып қалам ба, маған сондай бақ бұйырмай ма деп. Енді шынымен қаншама адам келеді да, қаншама таныстық болады, бірақ жүрегім ашылмайды. Мен өмір